Көп адамдардың бетінде көрінбейтін маска бар. Адамды кедейлік немесе байлық құртпайды, көре алмаушылық пен қызғаншақтық құртады. Өзгені төмендеткеннен өзің биік болып қалмайсың. Қиындықтар өткен өміріңнің жазасы емес, жарқын болашағыңа берілген сынақ. Ешқашан ешкімнен кек алма, жай ғана кешіре сал. Өмір оған өзі-ақ жазасын береді. Ешқашан биік шыңға шықтым деп асып тасудың керегі жоқ. Аяғың сәл тайып кетсе, жерден табыласың. Мен жайлы жаман пікір айтатындардың орны артта. Жаның ауырып тұрса да күлімде. Сенің жағдайыңды өзіңнен басқа ешкім түсінбейді. Адамның сәттілікке жетуін оның қанша жетістікке жеткенімен емес, оның осы жолда қанша қиыншылықтан өткеніне қарап бағалау керек. Адамдар не ойлайды деген сұрақ ең соңғы орында тұруы керек. Бәріне бәрібір. Өмір сенікі ғой. Ешқашан ақталма. Достарың ақталуыңды талап етпейді. Дұшпандарыңа бәрібір сенбейді. Уақыттың қадірін өлім түсіндіреді. Өмірдің қадірін көрің түсіндіреді. Сезімнің қадірін сенім түсіреді. Сөзіңнің қадірін білім түсіреді. Бардың қадірін жоғың түсіндіреді. Бақтың қадірін сорың түсіндіреді. Бағың жанып, тасың өрге думаласа, арзанқол достар мен дұшпандарың көбейеді. Өзін өзгеден жоғары қойған адамдарды тағдырдың өзі төменге түсіреді. Жақындарыңызға айтқан ауыр сөздеріңіз олардың жүрегіне шегедей қағылатынын біліңіз. Ол шегені кешірім сұрап алып тастасаңыз да, орнында ойық қалады. Сондықтан шын жақсы көретін адамдарға көңіліне тиетін сөздерді айтпаңыз. Өмірдің қиындығын көп көрген көп нәрсеге қол жеткізеді. Өмірдің ақшасын көп татқан адам тәттінің қадірін біледі. Өмірдің көз жасы көп төгілген адам шынайы күле алады. Өмір ең үлкен ұстаз. Егер Құдай басыңа қиыншылық берсе, сенің жеңе алатыныңа сенгені. Егер сізді өсек десе, қамықпаңыз, біліңіз, құрттар тек дәмді жемістерге жабысады. Мен әлемдегі ең керемет ананың перзентімін. Ана, әрбір адамның жарық дүниедегі ең жақыны, жанашыры, қадірлісі, қамқоршысы, ақ сүтін беріп аялаған жанның да аямаған ардақтысы. Сен күн болсаң да тас секілді адамдар болады. Олар жүрегіңді жаралайды, күйе жағып қаралайды. Олардың алдында ақталма, себебі күнге күйе жағылмайды. Біреуді өзектемес бұрын, оның киген аяқ киімін киіп, оның жүрген жолымен жүр. Оның жолындағы шалынған әр тасына шалын. Оның бар ауыртпалығын сезін, содан кейін ол туралы өсек айт.
Неліктен жылаған кезде адам жеңілдеп қалады? Себебі көз жастармен бірге қайғы, өкпе мен реніш шығып кетеді. Реніш кетеді, ашу басылады. Бірақ көңілің ешқашан баяғыдай болмайды. Ең бастысы өзіңе сен. Маңындағы адамдардың көзқарасы күнде өзгереді. Ауыздан шыққан әрбір сөзге ие бол. Ол сөз біреудің кеудесін тесер оқ болса, енді біреуге жан жарасын емдейтін шипа болады. Өз кінәсін, қателігін мойындаған, онымен келіскен адам бостандыққа шығарылады және кешіріледі. Ал сылтау іздеп ақталатын, айыпсызбын деп өзін санайтын, басқаларын кінәлайтын, мәңгілікке өзін түрмеге жабады. Негізі байлықтың бәрі қолда не сыртта емес, ол мидың ішінде. Адам қолымен байымайды, адам миымен байлыққа қол жеткізеді. Қараңғылықта жарықты көре білу керек. Ол сенің сыртыңда жанып тұрған жоқ, ішіңде жанып тұр. Ал адамдар жарықты сонда да сырттан көргісі келеді. Сол себепті барлық данышпандардың шын бақыт адамның ішінде деп айтатыны да сондықтан. Өз-өзімен сөйлесетін жалғыз жаратылыс ол адам. Әлем, ғалам үшін сіздің әрбір ойыңыз сөз, ал әрбір сөзіңіз заң. Ой дегеніміз ол сіз ғана еститін ішкі сөздер. Сізді көлеңкеге кім айдап апарады? Қараңғыда сізді кім қалдырды? Шындық мынада. Біз өзімізге қараңғылықта, надандықтың қараңғы түнегінде өмір сүруге мәжбүр етіп жатамыз. Қиындықты сен жеңбесең, қиындық сені жеңеді. Адамдар жалқаулықпен өздеріне қамқорлық жасауды ұмытып кеткен кезде қиындықтар туындайды. Қатты уайымға салынба, бұйырғаннан қашпайсың. Жан аман болса, кез келген қиындықтан өтесің. Күлімсіреу бұл қиындықтарды жеңудің, қорқыныштардың, басудың және ауырсынуды жасырудың ең жақсы тәсілі. Адамдардың көбісі ауыр мәселенің шешімі жоқ деп ойлайды. Алайда барлық жерден шығатын жол бар екенін ұмытпаңыздар. Өмір сүру проблемасының шешімі проблема жойылғаннан кейін барып ғана ойға оралады. Қорқыныш пен мазасыздық кезінде емес, тыныштық пен сабырлықта шешім қабылда. Сіздің әл-ауқатыңыз сіздің шешімдеріңізге байланысты. Көп ойланған кісі әрқашан жақсы шешім таба бермейді. Адамдардың көбісі ауыр мәселенің шешімі жоқ деп ойлайды. Алайда барлық жерден шығатын жол бар екенін ұмытпаңыздар. Ақша үшін ақша табуға барлық уақытын арнаған адамнан сұмырай және бейшара жанды білмеймін. Арнама тіркеле өтіңіз. Сіздің әрбір қолдауыңыз мені шабыттандыра түседі. Комментарийға өз пікіріңізді қалдырып өтіңіз және де жақындарыңызбен пайдалы кеңеспен бөлісуді ұмытпаңыздар.